Өсек ақша потогын жабады. Сізге таңдау, өсек әлде ақша? Қайсы сіз үшін маңызды? Өзіңізге осы сұрақты қойып көріңіз. Егер де осы жерде таңдау қиын болып жатса, яғни іште үлкен мәселе бар деген сөз. Қазір сіздерге тапсырма, экранға қараңыздар. Екі сурет көрсетіліп тұр. Қандай сезімдесіз? Қандай ой келді? Ең бірінші келген ой нақты дұрыс ой деген сөз. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай. Бүгін видеода ақша және өсек туралы тамаша тақырып қозғайтын боламыз. Осы суретке қатысты қандай ойларыңыз келді, соны міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Әр сөзіңізді, ойыңызды әр қайсыларыңызға талдап беретін боламын. Ал мен бүгінгі видеоны бастаймын. Негізі өсектің астарында травма өте көп, яғни өсек айтатын адамдардың ішінде қызғаныш көп болуы мүмкін, реніш көп болуы мүмкін, кәдімгі сыртқы факторлар, агрессия деген сияқты нәрселер өте көп болуы мүмкін. Оның барлығы бала кезден басталады. Сондықтан да егер сіз осы травмалармен жұмыс істегіңіз келсе, сіздерді консультацияға шақырамын. Мен өзім Алматы қаласында тұрам. Алматыда болсаңыз офлайн консультацияға келсеңіз болады, басқа қалада болсаңыз онлайн консультацияға жазылсаңыз болады. Видеозвонокпен сізбен жұмыс жасайтын боламыз. Енді ең маңыздысы, неге өсек біздің ақша потогымызға әсер етеді? Оған өте көп факторлар әсер етеді. Яғни ең бірінші нәрсе, адам өсек айтқан кезде ол күшін жоғалтады. Күш ол энергия. Біздің энергиямыз көп болған сайын бізге ақша потогы көп келе бастайды. Және біз энергиямызды қай жерге жұмсап жатырмыз, осыған кәдімгідей аналитика жасау керек. Бұл нәрсе маған қаншалықты маңызды? Мүмкін мен өзімнің энергиямды өзімнің дамуыма, оқуыма, бизнесімді аяққа тұрғызуыма, немесе армандап жүрген нәрсемді жүзеге асыруыма, немесе осы еліме, жеріме тамаша бір қызмет етуге, адамдарға, осы нәрсеге энергиямызды жұмсаған әлде қайда дұрыс болады. Екінші нәрсе ол әрине уақыт. Өзіңіз мысалға бір құрбыңызбен немесе біреумен отырған кезде, біреуді жамандап отырған кезде қанша уақытыңыз кетеді? Есептеп көріңіз, осы уақытта сіз қанша нәрсе жасай аласыз? Өйткені сіздің бүгінгі күніңіз, сіздің бүгінгі күніңіздің әр минуты ол сіздің болашағыңыздың қандай болуына әсер етеді. Егер де біз шын мәнінде бай, қуатты, деніміз сау, жақсы адам, азамат болғымыз келсе, азаматша болғымыз келсе, біз әрине уақытымызды құрметтеуіміз керек, уақытымызды дұрыс пайдалана білуіміз керек. Осы өте маңызды екінші пункт. Үшінші нәрсе, ақша ол өте жеңіл энергияға келеді, ал өсек ол ауыр энергия. Адам өсек айтқан кезде оның энергиясы төменге түсіп кетеді. Біз энергиямызды негативқа арнаймыз, басқа біреудің өміріне уақытымызды арнаймыз. Мысалы, қараңыз, сіз біреу туралы айтып отырғанда сіздің уақытыңыз басқа біреудің өміріне кетеді. А сіздің өміріңіз маңызды емес па сол кезде? Адамның өмірі өзіне маңызды болмаса, ол өмірін басқа біреуге арнай беретін болса, оның ақша потогы өзіне емес, сол айтып жатқан адамға кетеді. Сондықтан да осыны міндетті түрде ескеріңіз. Және тағы бір маңызды пункт, өсек ол күнә болып есептеледі. Неге? Өйткені біз біреуге баға берген кезде, біз біреудің өмірін, оның ертеңгі, оның өткенін білмей тұрып, оның ішкі болын, травмасын білмей тұрып, неге ол сондай әрекетке барды? Біз соны білмей тұрып, біз оны айтқан кезде, онда міндетті түрде оның барлығы ертелі кеш адамға қайтып келеді. Өзіне қайтып келмесе де бала-шағасына қайтып келеді. Карма деген нәрсе бар, айналмалы энергия деген нәрсе бар. Сондықтан да біреуді айтар алдында оның кешегі күні қандай болған екен, соған сұрақ қойыңыз. Қандай болғанын біз білмейміз. Ол кеше біреумен ұрыс қалды ма, жақындармен ұрыс қалды ма, қарыз болып қалды ма, тағысын айта берсең өте көп. Сондықтан да біз біреуді жамандаған кезде біз жаман энергияға түсеміз, ал ауыр жаман энергия ақша потогын 100% жабатынын естен шығармаймыз. Сосын енді энергия тұрғысында айтатын болсақ, ең маңыздысы бізде жалпы корневой чакра деген бар. Ол біздің басымыздың айналасы, яғни төменгі жақта, ол чакралар ең әуелі біздің жалпы өмірде тұрақты болуымызға, өмірде нық аяғымызбен
тік жүруімізге жауап береді, иә. Сондықтан да егер біз осы энергиямызды басқа нәрселермен кірлейтін болсақ, өсек арқылы, онда біздің энергиямыз барлық жағынан жабылатын болады. Әсіресе мына корневая чакра жаман энергияға, кір нәрсеге толып кеткен кезде, ойлармен даже да, оймен именно толып кеткен кезде, ол нәрсе не істейді, ол денсаулыққа әсер етеді, иә. Егер адам денсаулығы болмаса тоже, оның өмірге деген ешқандай қызығушылығы, мотивациясы, әсіресе денсаулық нашар кезде адамға тіпті ақша керек болмай қалады, иә. Сондықтан да бұл өте маңызды дүниелер. Сонымен бүгінгі видеоны қорытындылайтын болсақ, ақша мен өсек бір-бірімен өте байланысты, өйткені өсек ол жаман энергия, ол ауыр энергия, ол бізді негативқа кіргізіп жіберетін энергия. Сондықтан да осы нәрсені, осы әдетті өмірден алып тастау үшін мен сіздерді консультацияға шақырам. Консультация барысында біз полностью сізбен проработка жасайтын боламыз, яғни бала кездегі травмалар болса, сонымен жұмыс жасаймыз. Мүмкін қазір отбасында сізде бір мәселелер бар шығар, иә. Сол үшін сіз агрессияға, өсекке, энергияңызды сол нәрсеге жұмсап жатырған шығарсыз. Сонымен қатар адамда мына лидерлік қасиет, энергия көп болған кезде, егер өзін ол дұрыс жолға салмаса, дұрыс бағытқа салмаса, ол сондай әрекеттерге, өсектерге, анау-мынауға энергиясын бұзатын болады. Сондықтан да WhatsApp номер осында, міндетті түрде хабарласыңыздар, танысайық, араласайық. Сонымен қатар сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, каналыма жазылып қойыңыздар. Себебі аптасына 2 рет мен осындай күшті техникалармен, білімдермен бөлісіп отырамын, жіберіп алмаңыздар, иә. Сондықтан да сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін. Сонымен қатар осының алдында да, осыдан кейін де тамаша видеолар шыққан, қарауға кеңес беремін. Көріскенше күн жақсы, достар. Мидағы ақша блоктарын қалай тексереміз? Бүгін осы видеода 2 супер техника айтатын боламын. Біріншісі видео басында, екіншісі соңында айтылады. Себебі біз барлық ақпаратты қамтып болғаннан кейін жаттығу жасауға кірісетін боламыз. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Себебі 10-15 минут уақыт сіздің өміріңізді 180 градусқа жақсы жаққа өзгертіп тастауы мүмкін. Есіңізде болсын, бір ғана сөз сізді көкке көтеруі мүмкін, немесе жерге түсіруі мүмкін. Армысыздар, достар, сіздермен әдеттегенше Адияр Албай. Каналыма қош келіпсіздер. Егер каналым ұнаса, сізге пайдасын тигізсе, жазылып қойыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар кез келген сұрақтарыңызды комментарийға жазсаңыздар болады. Мен әрдайым кешке барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Ал мен бүгінгі видеоны бастаймын, достар. Кеттік.